13 күн. Күліп өмірге қуанышпен қарау. 13 күн жүректі қуанышқа толтырып, өмірге позитивті көзқараспен қарауға арналған маңызды күн. Күнделікті күйбеңде біз көбіне шағымданамыз, ренжиміз немесе уайымдаймыз. Ал Алланы еске алып, жүрекке қуаныш сыйлау рухани дамудың, тұрақты өмірдің кепілі. Негізгі ойлар. Бірінші, позитивті ойлау. Бүгін өз ойыңызға назар аударыңыз. Жақсыны көруге, үмітпен қарауға, кішкентай қуаныштарды бағалауға тырысыңыз. Позитивті ой жүректі жеңілдетеді. Екінші, күлімдеу. Күлімдеу тек бетіне ғана емес, жүрекке де әсер етеді. Біреуге жылы сөз айту немесе күлкі сыйлау сауапты іс болып табылады. Үшінші, шүкіршілік. Қуанышты сезіну үшін бар нәрсеге шүкір айту маңызды. Отбасыңа, достарыңа, денсаулығыңа, Алланың берген нығметтеріне разы болу жүректі жеңілдетеді. Төртінші, іс-әрекет арқылы қуаныш тарату. Біреуге көмек көрсету, жылы сөз айту, жақсы іс жасау жүректі қуанышқа бөлейді. Кішкентай әрекеттер үлкен әсер қалдырады. Бесінші, дұға мен ниет. Бүгін өз ниетіңізді бекітіңіз. Я Алла, жүрегімді қуанышқа толтыр, өмірге позитивпен қарауға көмектес. Әр ісімді сауапқа айналдыруға күш бер, сабырлы, шүкірлі болуға үйрет. Тапсырма. Бірінші тапсырма, бүгінгі күннің позитивті ойларын 5-6 сөйлеммен жазу. Екінші тапсырма, кішкентай бір жақсы іс жасап, оны күнделікті өмірде қалай қолданатыныңызды сипаттау. Үшінші тапсырма, қысқаша дұға жазу. Төртінші тапсырма, үй тапсырмасы. 3 күн бойы әр таңды позитивті оймен бастап, күнделікті қуаныштарыңызды күнделікке жазу. 13 күн адамға позитивті ойлау, қуанышты сезіну, шүкіршілік пен жақсылық жасау арқылы рухани дамуға және өмірге оң көзқараспен қарауға үйретеді. Күлімдеу және жақсы ой жүректі жеңілдетіп, өмірді жеңіл және мәнді етеді. Достар, әр қайсыларыңыздың өмір жолдарыңыз жарқын болсын. Жүректеріңізге тыныштық, үйлеріңізге береке, отбасыларыңызға Алланың мол рахымы мен бақыты нәсіп болсын. Каналға тіркеліп лайк басып, жылы пікірлеріңізбен қолдау білдірсеңіздер қуаныштымын.